Сәлем достар, сіздермен мистер Ерба және де үй жайында 25 цифрлық телеарна көруге арналған осындай үй антеннасын жасау жолын көрсететін боламын. Бұл антеннаның өте қарапайым жасалады және де ешқандай ақаулықсыз цифрлық телевидениені жақсы көрсетеді. Сіздер осындай екі нәрсенің арқасында 25 каналды тегін көре алатын боласыздар. Менен алыстамаңыздар, сіздерге жасалу жолын көрсететін боламын. Біздерге керек құрал жабдықтар бұл теледидарға арналған радиомник немесе бұл тонерге де барады. Сонымен қатар бізге 1 метрлік кабель қажет болады. Сызғыш керек 30 сантиметр, немесе сызғыш болмаса сіздер метровкамен де пайдалануыңызға болады. Қысқаш және де бізге пышақ қажет болады. Қалам қажет болады сантиметрлерді белгілеу үшін. Сонымен біздер сызғышты көмегімен 5 сантиметр қылып белгілеп аламыз. Содан соң 5 сантиметрді белгілеп алғаннан кейін 0-дің 5 сантиметрге апарып қоямыз да 22 сантиметрді белгілеп аламыз. Енді жаңағы 22 сантиметрден өлшенген жерге 0-ді апарып қойып, сол жерден 2 сантиметрді белгілеп аламыз. 2 сантиметрден кейін тағы да 22 сантиметр қылып белгілеп аламыз. Жиырма 22 сантиметрден кейін біздер міне 1 сантиметр қылып өлшеп аламыз. Содан соң біз өлшенген жерлерімізді тағы да қаламен жүріп өтеміз. Ендігі кезекте біздер бастапқы 5 сантиметр қылып өлшеп алған жерімізді пышақтың көмегімен жайымен қиятын боламыз. Және де айта кететін жайт, бұл жерде сыртқы қабығын аламыз, яғни ішкі бөлігіне ешқандай зиян келмеуі қажет. Және де егер де алынбай жатса, мына кішкене пышақпен түртіп жібереміз. Осылай оңай алынып қалады. Көргендеріңіздей осындай сыртқы бөлігін шешіп аламыз. Ендігі кезекте осылай пышақтың көмегімен сыртқы плеткасы немесе сыртқы сымын ол жаймен осылай тарқатып жинақтап аламыз. Сыр пленканы осылай ашып жаймен төмен қаратамыз, сымды да төмен қаратамыз. Мына ақ пластиктің ішінде экран орналасқан. Осы экранды енді тазартуымыз керек. Сондықтан ақ пластикті осылай қиямыз. Жаймен қиып. Экранды осылай шығарып аламыз. Экранды шығарып болғаннан кейін сырт үсті пленканы экранға ораймыз. Немесе мед сым деп аталады, соған ораймыз. Жаймен осылай орап бұрап аламыз. Бәрін жинақтап алғаннан кейін енді сыртқы сымды да жинақтап аламыз. Және де сырт үсті пленкамен қапталған экранға осылай орап аламыз. Ендігі кезекте 2 сантиметр қылып өлшенген жерімізді қиямыз. Бұл яғни 2 жер мен 2 сантиметрдің арасында орналасқан. 2 сантиметрді осылай пышақтың көмегімен екі жағын қиып аламыз. Екі жағын қиып болғаннан кейін міне осылай сыртқы бөлігін алып тастаймыз, ақ бөлігін. Және де сымды да осылай кесіп алып тастаймыз. Және де ішіндегі сырт үсті пленканы қиып алып тастаймыз. Бұл бізге қажет емес. Бізге қажетті ішіндегі экран болып табылады. Ал экранның қорғап тұрған ақ пластикке тиіспейміз.
Енді біз соңғы 1 сантиметрімізді осылай сыртқы бөлігін алуымыз керек, жайлап тегістеп аламыз. Бұл жерде айта кететін жайт, тек қана сыртқы бөлігін аламыз, ішіндегі сым мен сұр түсті пленкаға тиіспейміз. Барлығын қиып болғаннан кейін антенна қаңқасы пайда болды. Енді антеннаны іске қосу үшін бірінші 5 сантиметрлік бөлігімізді соңғы 1 сантиметр қылып алған жерге видеода көрсетілген әдіспен осылай айналдырып шығамыз. Және де соңғы жағына бізге кішкене қысқаш керек болады. Қысқаштың көмегімен осылай қысып жібереміз. Енді пайда болған антеннаны осылай жаймен видеода көрсетілген әдіспен дөңгелектеп аламыз. Енді разъемникке кабельді жалғаймыз. Ол үшін осылай дөңгелектеп орнын аламыз да тегістеп шығамыз. Тағы бір айта кететін жайт, бұл жерде тек сыртқы бөлігін аламыз, ішіндегі сым мен пленкаға тиіспейміз. Сыртқы бөлігін алып тастағаннан кейін сымды және сұр түсті пленканы төмен қарата басамыз. Содан кейін ішіндегі ақ пластикті экраннан ажыратамыз. Ол үшін кішкене ғана орын тастап, қалған бөлігін қиып алып тастаймыз. Енді кабельге разъемникті осылай қаттылап итеріп жалғаймыз. Содан кейін теледидарға қосылатын разъемниктің басты бөлігін кабельге осылай бұрап жалғаймыз. Сіздерге ең оңай жасалатын үй антеннасын көрсеттім. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, бұл антенна мен каналдарды іздеу видеосын сілтеме арқылы төменде қалдыратын боламын. Сілтеме арқылы өтіп, видеомен таныс болыңыздар.